Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы алгебралық өрнектерді түрлендіру. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты құрамында алгебралық бөлшектері бар өрнектерді түрлендіруді орындау. Сабақтың мақсаты құрамында алгебралық бөлшектері бар өрнектерді түрлендіруді орындауға дағдылану. Енді сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыптарды есімізге түсіру мақсатында миға шабуыл әдісін қолданайық, яғни қысқаша көбейту формулаларын сәйкестендіріп жіберейік қазір. Сәйкестендірейік. Мінекей қысқаша көбейту формулалары бізге мына жерде бек көрсетіліп тұр. Экранға назар аударып сәйкестендіріп жіберейік. Мен мұның бірінші екі өрнектің айырмасының кубын алдым. Екі өрнектің айырмасының кубы ол неге тең еді? Мінекей орындарын теңдіктің оң жағы мен сол жағын орындарын ауыстыра берейік. Онда тұрған ештеңке жоқ. Теңбе теңдік. Келесі мынау енді екі өрнектің қосындысының квадратын беріп тұр. Мына жақтан тауып алайық. Екі өрнектің қосындысының квадраты ол қай жерде тұр екен? Мінекей. Келесі мынау 3а минус 5в-ның квадраты. Қысқаша көбейту формуласын қолданып тауып жатырмыз. Екі өрнектің айырмасының квадратын беріп тұр. Мына жерде екі өрнектің кубтарының айырмасы. Екі өрнектің кубтарының айырмасы ол неге тең? Сол өрнектердің айырмасы мен сол өрнектердің қосындысының квадратының толымсыз көбейтіндісіне тең екен. Келесі ары қарай екі өрнектің айырмасының квадраты, екі өрнектің айырмасының квадраты екі өрнектің айырмасының квадраты мен мына жерден көрмей тұрмын балалар. Сендер көріп тұрсаңдар. Так, екі өрнектің айырмасының квадраты көз алдында тұр екен. Мінекей. Келесі екі өрнектің қосындысының кубы. Міне сәйкестендірдік. Енді қайсысы қалды? А квадрат минус Б квадрат, яғни екі өрнектің квадраттарының айырмасы. Келесі мынау есеп екен. 3х қосылған 2y-тің квадраты. Оның квадраты мінекей 9х квадрат плюс 12xy қосылған 4y квадратқа тең екен. Жақсы. Сіздерде сәйкестендіре алды деп есептеймін. Ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Келесі дәптерлеріңізді ашып түртіп жазып алып отырсаңыздар болады. Біз айнымалылардан, олар сандардан және айнымалылардың дәрежелерінен қосу, алу, көбейту таңбалары арқылы құрастырылған өрнекті біз бүтін өрнектер деп қарастырған болатынбыз. Мінекей экраннан қарасаңыздар, біз міне бүтін өрнектерді көріп отырмыз. 3ax квадрат дегенімізде бүтін өрнек. Енді өрнектеріміз бөлшекпен беріліп, және бөлшектің бөлімінде айнымалылар берілетін болса, оларды біз бөлшек өрнектер деп атаймыз. Яғни мына 8p квадраттың 11qға қатынасы бөлшек өрнек. Сол сияқты мына жерде а минус x-тің а плюс x-қа қатынасы қосылған 2x-тің а минус x-қа қатынасы түрінде берілген өрнекті біз бөлшек өрнектер деп атаймыз. Жалпы бүтін және бөлшек өрнектерді біз алгебралық өрнектер деп атаймыз. Мысалы, а қосылған а-дан бір өрнегінің а тең 0 болғанда мағынасы жоқ, ал а-ның өзге мәндерінде мағынасы бар екенін біз білеміз. Тура сол сияқты x минус y-тан x плюс
y бөлшегінің мағынасы болу үшін бұл жерде x пен y тең болмауы керек. Өрнектің мағынасы бар болатындай оның құрамындағы айнымалылардың барлық мәндер жиынын осы өрнектің мүмкін мәндер жиыны деп атайды. Оны біз қысқаша үлкен әріппен MMJ деп белгілейміз. Енді бұдан А алгебралық бөлшек болсын, осы жердегі алгебралық бөлшектің алымына да бөліміне де бірдей өрнекті көбейткеннен немесе бірдей өрнекке бөлгеннен біздің бөлшегіміз өзгермейді, яғни сол бөлшекке тең бөлшек шығады. Бұл жерде біз бөлшектің бөлімдеріндегі өрнектеріміздің нөлге тең болмайтындығына назар аударуымыз керек. Анықтама. Құрамындағы барлық айнымалылардың мүмкін мәндер жиынында ақиқат болатын теңдікті теңбе-теңдік деп атайды. Оны біз білеміз, яғни мысал ретінде қарастырайық. Экранға назар аударсаңдар, мына жерде жақсы көрініп тұр, сіздерге. Яғни 3y квадраттан 21y. Осы бөлшегімізді қысқарту үшін біз 21y-ті 3y көбейтілген 7 түрінде жаздық, 3y квадратты 3y көбейтілген y түрінде жаздық. Енді осы жерден біз алымы мен бөлімінде бірдей болып тұрған 3y-терді қысқартамыз. Сол кезде біздің бөлшегіміз y-тан 7-ге тең болады. Алгебралық бөлшек, екінші бөлшегімізге назар аударып қарайық. Бұл жерде А-бы қосылған 3b-дан А квадрат минус 9 деген алгебралық бөлшегіміз беріліп тұр. Бұл бөлшекті де қысқарту үшін біз алымына қысқаша көбейту формуласын қойып түрлендірдік. Яғни А квадрат минус Б квадрат формуласын қолдандық. Бөлімінде ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығардық. Содан қысқарттық. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Яғни бұл жерде біз бөлшектің алымы мен бөліміндегі А плюс 3-ті қысқартып жібердік. Сонда біздің бөлшегіміз Б-дан А минус 3-ке тең болды. Енді екінші мысалда берілгені есептің кішкене өзгешелеу бірінші мысалға қарағанда, яғни бұл жерде 7y-тан 2x бөлшегінің бөлімін 35y кубқа түрлендіріңіз дейді. Оған түрлендіру үшін, балалар, біз 35y кубты 7y-қа бөліп толықтауыш көбейткішті тауып аламыз. Яғни бөлген кезде бізде 5y квадрат деген өрнегіміз шығады. Біз бөлшектің алымына да бөліміне де осы 5y квадратты көбейтеміз. Көбейткен кезде біздің бөлшегіміз 35y кубқа келеді, ал алымымыз 10xy квадрат болады. Яғни есептің шартын біз орындадық. Бөлшектің бөлімін 35y кубқа келтірдік. Егер бөлшектің алымының немесе бөлімінің таңбасын өзгертетін болсақ, онда бөлшектің де таңбасы өзгеретіндігін есімізде сақтайық. Мысалы, тағы да мысал қарастырайық. А-сы минус 2-сыдан 4 минус А квадрат бөлшегін қысқартайық. Енді бұны сіздер де жақсы біліп отыр деп есептеймін. Мінекей тура қысқаша көбейту формуласын қолдандық. Бұл жерде енді кішкене назар аударып қарасаңыздар, бөлшектің алымында 4 минус А квадратты біз қысқаша көбейту формуласымен 2 минус А және 2 плюс А-ның көбейтіндісі түрінде жазып алдық. Яғни ол А квадрат минус Б квадратқа келіп тұр ғой, қысқаша көбейту формуласында. Бөлшектің бөлімінде С деген ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып жібердік. Енді назар салып қарайтын болсақ, біз қысқартуымыз керек. Қысқартайық десек, қараңыздаршы, А минус 2 болып тұр бөлшектің бөлімінде, ал алымында 2 минус А болып тұр. Сондықтан алымындағы 2 минус А-ны біз А минус 2-ге келтіру үшін минус таңбасын жақшаның алдына шығарып жібереміз. Сол кезде жақшаның ішіндегі екі өрнектің таңбасы орындары ауысады, яғни А минус 2 болады. Енді барып қысқартамыз. А минус 2 мен А минус 2-ні қысқартып жіберген кезде алымындағы тұрған минус таңбасы ол бөлшектің алдына түседі. Сонда минус
с-дан а плюс 2 деген өрнек шығады екен. Келесі. Біз енді келесі осы мысалдарға қатысты есептер шығарайық. Деңгейлік есептер кім тапқыр екенін тездетіп шығарып көрейік. Оқулықтарыңыздан 6-да 3-ші есепті шығарамыз. Бұл есепте былай дейді. X-тің қандай мәндерінде бөлшектің мағынасы болмайды? Мен 2 есеп алып отырмын. Назар аударып қараңыздар. Яғни бұл есепті шығару үшін біз алдымен бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес екендігіне қарастырамыз. Бірінші есебімізде бөлшектің бөлімі, яғни 2-ге тең болмау керек. Бөлшектің бөлімін 0-ге айналдыратын санды алмаймыз. Бұл мағынасы жоқ болады екен. Бұл сан кірмейді шешімге. Яғни бұл бірінші есептің мүмкін мәндер жиыны минус шексіздіктен 2-ге дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейінгі аралықтағы сандар жиыны екен. Тура сол сияқты екінші мысалды қарастырамыз. Яғни бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес деп аламыз. Бұл жерде x-іміз минус 1-ге тең болмау керек, және 2-ге тең болмау керек. Себебі түсінікті, өйткені бұлар бөлшектің бөлімін 0-ге айналдыратын сандар. Бізге 0-ге тең болмау керек бөлшектің бөлімі. Олай болатын болса, бұл өрнектің бөлшектің мүмкін мәндер жиыны минус шексіздіктен минус 1-ге дейін, және минус 1-ден 2-ге дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейінгі сандар аралығы болады екен. Келесі есепті қарастырайық. Б деңгейінің есебі. Бұл жерде де бізде алгебралық бөлшек берілген. Бөлшекті қысқартыңдар дейді. Назар салып қарасаңыздар, яғни қысқаша көбейту формуласын қажет етеді. Бұл жерде де біз не істедік? Алдымен алымынан 3 деген ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып жібердік. Жақшаның ішінде а квадрат минус 2аб қосылған б квадрат болды. Бөлшектің бөлімінде де 6 деген ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарып жібердік. А квадрат минус б квадрат. Яғни бұның бәрі қысқаша көбейту формулалары. Орнына қойдық, ары қарай бөлшекті қысқарттық. Қысқартқан кезде мінекей мынандай түрге келеді екен. 2 көбейтілген а қосылған б-дан а минус б-ға тең болды. Бастапқы бөлшегімізді қысқарттық. Яғни дескрипторын сіздерге көрініп тұр. Біз қысқаша көбейту формуласын қолдандық. Бөлшектерді қысқартуды орындадық. Осылай орындай алсаңыздар, онда сіздер 3 балл сіздердікі. Келесі 6-да 15-ші есепті де тура осы тәсілмен шығарамыз. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Бұл жерде де алдымен ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сол кезде жақшаның ішінде екі өрнектің кубтарының айырмасы қалады. Оны қысқаша көбейту формуласымен ашып жаздық. Сол кезде бөлшектің алымы мен бөлімінде қысқаратын өрнектер бар. Соларды қысқартып жинақтаған кезде біздің бөлшегіміз, яғни бастапқы бөлшегіміз 5 көбейтілген а қосылған б-дан 2 көбейтілген а қосылған а-б қосылған б-ға тең болды. С деңгейінің есебін шығарып көрейік, балалар. Оқулықтарындағы 6-24-ші есеп. Бұл есепте де бөлшекті қысқартыңдар дейді. Есептің берілгеніне назар аударыңдар. Алдындағы шығарған есептерге қарағанда кішкене өзгешелеу, балалар. Енді бұны қалай қысқартсақ болады? Яғни тиімді топтастыра білейік. Мінекей, мен бұлай топтастырдым. Әрбір жақшаның ішінде өрнегіміз олардың бәрі қысқаша көбейту формуласына келіп тұр, балалар. Одан кейін қысқаша көбейту формуласын қолданып, мінекей, былайынан түрлендірдік. Біздің алымындағы m квадрат қосылған 2mn қосылған n квадрат өрнегіміз m плюс n-нің квадратын беріп тұр. Бөлшектің бөліміндегі m квадрат плюс 2mk плюс k квадратта тура сол сияқты m плюс k-ның квадратын беріп тұр. Енді осыған назар аударсақ, біз ары қарай тағы да қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Бұл жерде енді екі өрнектің квадраттарының айырмасының формуласы. Соны қолданып ашып жазатын болсақ, мінекей біздің бөлшегіміз мына түрге түрленеді екен.
ары қарай енді қысқартсақ болады. Бөлшектің алымындағы m плюс n плюс k мен бөлшектің бөліміндегі m плюс k плюс n қысқарады. Қысқартқаннан кейін біздің бөлшегіміз мінекей мына түрге келеді екен. m қосылған k минус n-нен m плюс n минус k-ға қысқарттық. Бөлшекті жинақтап жаздық. Яғни бұл бөлшекті қысқарту үшін біз алдымен тиімді топтастыра білуіміз керек және қысқаша көбейту формулаларын дұрыс қолдана білуіміз керек. Сонда біздің есебіміз дұрыс шығады екен. Енді бүгінгі сабағымызды бекітуге тоқталайық. Мына тапсырманы бірлесіп орындап жіберейік. Ал экранға назар аударыңдар балалар. Бізге тағы да алгебралық бөлшек беріліп тұр. Осы бөлшекті есептеп жіберейік. Бұл жерде яғни жауабы А деп қояйын. Сіздер қалай ойлап отырсыздар? Келесі екінші есепке назар аударайық. Бұл жерде де жауабы не болады екен? Жауабы А деп қояйық. Келесі бұдан ортақ көбейткіш ретінде алымынан 5-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Жақшаның ішінде А минус 3-сі қалады. Олмен бөлшектің бөліміндегі А минус 3-ті қысқартатын болсақ, 5 алынған 3 болады. Яғни жауабы 2 болады екен. Жақсы. Тапсырманы дұрыс орындадық. Рахмет. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма ретінде бүгінгі шығарған есептеріміздің, яғни номер 6-да 3-ші есептің 2 мен 4-ін, 6-да 15-ші есептің 1-шісін, 6-да 24-ші есептің 2-шісін үй тапсырмасы ретінде. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасап жіберейік. Сабақ ұнады десе, оған жүрекшелер тапарастар. Сабақ туралы айтарым бар десеңіздер, көп нүктені достарыммен бөлісемін. Одан кейін есімде сақтадым. Сабақты назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.